Сәлем оқушылар, бүгін сіздермен English Plus кітабының 32-33 бетіндегі Animals тақырыбын талқылайтын боламыз. Каналға бірден тіркеліп, комментарийге рахмет деп жазып кет, себебі менің видеоларымның көбісін каналға тіркелмеген оқушылар көреді екен. Видеоларды каналға тіркелген оқушыларға ғана көрінетіндей етіп қоямын. Сонымен бастадық. Бірінші тапсырмада сендерге айтады. Match the animals in the box with photos 1 to 6 in the eye-to-eye quiz on page 33. Which photo is not on eye дейді. Қарадық. Енді мына суретте көрсеңдер, жануарлардың көздерімен және жануарлардың аттарын сәйкестендір дейді. Және де қай сурет бізде көз емес дейді. Сонымен бастадық. Бірде бізде Wall'дың көзі, яғни киттің көзі, 2-де spider, өрмекшінің көзі, 3-те owl, үкінің көзі, 4-те shark, акуланың көзі, 5-те human, адамның көзі, 6-да snake, жыланның көзі, 7-де fly, шыбынның көзі, 8-де seal, балық, 9-да falcon, сұңқар, 10-да parrot, құс, 11-де frog, бақа, 12-де elephant, тіл, 13-те chameleon, хамелеон, 14-те butterfly, көбелек, 15-те crocodile, крокодил, және де 16-да bear, аю. Яғни бұл жерде қайсысы көз емес дейді. Әрине, мына жерде бізде 14 ол көбелек көз емес, 14 is not an eye, яғни ол көз емес, it's a butterfly wing. Butterfly wing, яғни бұл көбелектің қанаты. Қандай керемет, балаларына көздерге қарап шамдашы. Окей, енді ары қарай кеттік. Екінші тапсырмада сендерге айтады. Look at the key phrases. Which phrases do we use for things we see and which for things we hear? Can we use it both? дейді. Яғни қай фразаны біз естігенде қолданамыз, қай фразаны біз көргенде қолданамыз, және қай фразаны біз көргенде де естігенде де қолданамыз екенін бірге. Сонымен бірінші бұл тапсырманы орындамас бұрын аударып алайық. Біріншіде айтады. It looks like an. Ол ұқсайды. It sounds like. Ол сияқты дыбыстайды. Maybe it's a. Мүмкін бұл осы шығар. It doesn't look like. Ол ұқсамайды. It doesn't like. Sound like. Ол олай дыбыстамайды. I'm sure it is. Мен сендімін бұл. Яғни біз көретін нәрсеге ол it looks like. And it doesn't look like, яғни ол көрінеді, ол көрінбейді. Ол ұқсайды деген сияқты. Арғай, things we hear. Яғни бұл еститін кезде қай фраза қолданамыз? It sounds like, it doesn't sound like. Бұл естіледі, бұл олай естілмейді деп. Things we see and hear. Яғни заттарға біз көретін және еститін. Maybe it's a, возможно, мүмкін бұл. I'm sure it is a, мен сенімдімін бұл, яғни осыны біз көргенде де естігенде де қолданады екенбіз. Үшінші тапсырмаға келдік. Үшінші тапсырмада айтады. Compare your answers to exercise 1 using key. Listen and check. Жай ғана мына тапсырмамен мына жерің бірдей болды ма? Ол оңай, балалар, екеуін бірге тексере салуларың қажет. Бұны сендер нақтылап деп ойлаймын. Түсінікті бірде ол, 2-де spider, 3-те owl, 4-те shark, 5-те human, 6-да snake, 7-де fly, 8-де seal, 9-да falcon, 10-да parrot, 11-де frog, 12-де elephant, 13-де chameleon, 14-де butterfly, 15-де crocodile and bear. Окей. 4-ші тапсырмаға келдік. 4-ші тапсырмада саған мына көппен жазылған сөздердің мағынасын айт дейді, және де осы сұрақтарға жауап бер дейді бастады. Оңай, бұл жерде балалар ешқандай артық қиындығы жоқ. Қараңдар. Мен былай ашып қояйын. Does it live in your country? Бұл жануар сенің мемлекетінде тұрады ма? Ой, балалар 4-ті нетпеппін ғой. 4-те тыңдалым бойынша орындайсыңдар. Жауап мінекей. An owl, a fly, a frog, a falcon, seal, owl, bird, snake. Арға кеттік. 6-шы тапсырмаға келдік. 5-ші тапсырмада енді өзінің мемлекетің бойынша сұрақтар қойылған. Does it live in this country? Яғни бұл сенің мемлекетінде тұрады ма? Ол тұрады, ол бізде fly, мен шыбындалдым. Does it attack humans? Қай жануар атаковать етеді жануарларды? Ол әрине shark. Үшінші, does it eat meat?
Қандай жануар ет жейді? Мен крокодайл дедім. Ары қарай 5-те does it fly? Ол ұшады ма деп. Мен ол жерге әрине butterfly көбелекті қойдым. 6-да has it got more than 4 legs? Оның 4 аяқтан көп аяғы бар ма? Әрине ол spider болады. 7-де does it climb the trees? Ол ағаштарға өрмелей алады ма? Ол менде камелон болады, хамелеон. Does it hunt fish? Ол балықтарды аулай алады ма? Әрине ол менде bear болады. Ары қарай 6-шы тапсырмаға кеттік. 6-шы тапсырмада сен сұрақ қоюың керек. Сен бір жануарды аласың, жасырасың, және де сен жұбын қай жануар екенін табу керек. Conversation, яғни диалог былай жүру керек. Does it fly? Ол ұша алады ма? No, it doesn't. Жоқ, ол ұша алмайды. Does it hunt fish? Ол балықтарды аулайды ма? Yes, it is. Я, ол аулайды. Does it have 4 or more legs? Оның 4 немесе одан да көп аяғы бар ма? No, it doesn't. Жоқ, ол да жоқ. Does it eat honey? Does it eat honey? Ол бал жейді ме? Yes, it does. Я, ол бал жейді. Does it swim? Ол жүзе алады ма? No, it doesn't. Жоқ, ол жүзе алмайды. Яғни түсінікті, мен не туралы айтып жатқаным, яғни bear туралы айтып жатырмын. Балалар, жалпы сабақ ұнаса каналға тіркелуді ұмытпа. Себебі мына жақта енді барлық тапсырманың жауаптары бар. Каналға тіркелдім деп комментарийге жазып кел. Goodbye, have a nice day.